Барша ағайынды ұлыстың ұлы күні менен, мерекесі менен Алматыдан шығыста тұратын ағайындарды өріп ауызға салғандай Ұржар мекенінде өзім өліп өскен. Сонымен қатар ұлы Абай, Шәкәрім, Әуезов, бүгінгі Бибігүл, Роза Рымбаева сынды елге, жерге күйдей мазмұнды ғұмыр тілегім келеді. Қосамын әнгі атыңды, тосамын әр қатыңды, сағындым алма бағын, арайлы Алматымды демекші. Біз алматылықтар, соны оңтүстік өңірінде дүниеге келсек те алматылық деп атаймыз. Оңтүстік өңірдің азаматтарын, әпке қарындастарды, аталарды, ағаларды, інілерді, бауырларды, соны Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Жамбыл облысының берекелі облыстардың азаматтарын шын ниетімізден келіп жеткен өзіміздің көктем мерекесін шын жүрегімізден құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, байлық тілейміз. Мына ертерек індеттен құтылып, өз шаруаларыңызға, кірісулеріңізге шын жүрегіммен тілектеспін. Сіздердің жерлестеріңіз алматылық Алтынбек Қоразбай. Мен бүкіл Алматы қаласының жұртшылығының атынан орталық Қазақстанда тұратын барлық жерлестерімді, бауырларымды, үлкенің, кішісін, бәріне түгіл Наурыз сәлемімді жолдаймын. Бұл өзі бәріміз ықылас қойып күтетін жақсы мейрам ғой, жылдың басы дейміз. Қыстай жатқан қардың көгесі сөгіліп, көк шығып, жан-жануар төлдеп, адамдар да мейірбан қалыпқа көшетін бір әдемі кезең. Сондықтан биылғы Наурыз әсіресе мынау індеттен іргемізді арылтып, жақсылықтың нышанына да келгей, жылдың басы ғой енді. Бәріңіздің отбасыңызға береке, бірлік, амандық, саулық, құт береке тілеймін. Ойым қайғы жоқ бол, қуаныштарыңыз көп болсын. Жақсы өмірге қадам басайық. Наурыз мерекесі құтты болсын ағайындар. Алматы қаласы Біржан Сал Ақан сері сынды сал серілерімен, ерекше табиғатымен ерекшеленетін солтүстік Қазақстанды шын жүрегімен ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамымен құттықтайды. Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыстың ұлы күні ғой. Самарқанның көктасы ерейді деген, ол батыстың Самарқандқа қатысы қаншалықты бары мен білмеймін, бірақ солай айтылады. Бұл тұрақты сөз тіркесі. Қатталып қалған проблемалар осы жаңа жылда шешілсін. Жақсы күндерде жолығып жүрейік. Құдай тағала сізбен бізді аман есен көрісіп жүруге жазғай. Наурыз тағы да құтты болсын, аман есен болыңыздар. Алматы деген ару қала, арман қала. Біздің қаншама үлкен ағаларымыз, бауырларымыз, қарындастарымыз ол Алматыға арман қуып келетін өте бір әсем қала. Табиғаты да керемет, адамдары да керемет. Алматы күн сайын құлпырып келе жатыр. Сондықтан алматылықтарға үлкен махаббатымды, ыстық құшағымды арнаймын. Наурызда жақсылықта кездесейік.